Процедура 2 сағат уақыт алады. Сұлулық құрбандықты да уақыты да талап етеді. Ал жылтыраған ұзын шаш әр арудың арманы. Ол үшін түрлі процедуралар жасаймыз. Солар жайында әңгіме қозғайықшы. Кератин, ботокс, пилинг тағысындағы әрі қарай кете береді. Ал олардың айырмашылығы қандай? Кератин процедурасы 3-6 айға дейін тұрады. Негізі бұйра шығарылған процедура, және де көбінесе кератинді натуральный шашқа жасауға болады, және де бір тонға боялған шашқа жасауға болады. Жаңағы күйдірілген шашқа кератинді жасауға негізінде болмайды. Кератинмен түзеу тек бұйра зақымдалған шаштарға ғана емес, күнделікті шаш күтімін жеңілдету үшін де жасалады. Арулар күн сайын арнайы шаш үтіктейтін құралдарды пайдаланады. Ал оның температурасы тым жоғары, термоқорғаныс құралын қолданбағандықтан әрине шаш күйіп зақымданады. Бұдан бөлек күн сайын шашты ретке келтіру көп уақыт алады және түсуі жиілейді. Осындай әуреден құтылу үшін қыздар кератинді түзетудің көмегіне жүгінеді. Пилинг процедурасы шаштың түбіне арналған процедура. Жаңағы сибарея дейтін қайызғақ пайда болған жағдайда пилинг арқылы шаштың түбін емдетіп, көбінесе пилинг трихологтар жасайды, біз тритментолог мамандарына жатамыз, және де шаштың тек қана ұзындығымен жұмыс жасаймыз. Шашыңыз жиі түсіп, құрғақ немесе әлсіз болса, пилинг жасату дұрыс шешім. Ол шашты нығайтуға ықпал етеді және дерматиттің алдын алады. Ботокс шашты емдейді. Бұл негізі күйдірілген шашқа арналған процедура. Көбінесе бояулардан зақымдалған шашқа жаңағы ботокс жасалады. Бұл молекулярды именно шаштың ішінен емдейтін процедура. 2 айға дейін тұрады. Шашты түзетпейді, бірақ бір максимально емдетеді. Ал бұл процедура тек шаштың өзіне ғана жасалғандықтан емдейді деп айта алмаймыз. Яғни шашқа тек уақытша әсер береді. Сонымен қатар оны бас терісінің жарақаты кезінде жасатуға болмайды. Әрине процедураны үздіксіз жасай бергенде зиян, ондай жағдайда шаш сынғыш, құрғақ болып кетуі мүмкін. Бұл ботокс процедурасы. Клиентіміздің шашы 2 рет осветление жасалған. Шашына сол себептен ботокстың таза күйінде жасалуын талап етеді жаңағы шаш. Құны әртүрлі, негізінде 10 мыңнан басталады, 10 мыңнан жоғары. Мысалы, кератин плюс ботокс акциясы бойынша 10 мың теңге, кератиннің өзін жасатқан кезде және ботокстың өзін жасатқан кезде таза күйінде, онда 15 мыңнан жоғары болады. Шашқа күтімді тек сұлулық салондарында ғана емес, үйде де жасау маңызды. Кем дегенде аптасына бір мәрте шашыңызға көңіл бөліңіз. Мәселен, арнайы маскалар тез әрі тиімді әсер етеді. Себебі оның құрамында пайдалы компоненттер көп. Шаштың құрақтығына, зақымдануына байланысты, мысалы, әр жуған сайын бальзам, кондиционер қолданған дұрыс, және де аптасына 1-2 рет именно масканы қолдансаңыздар, шаш деген кішкене ылғалдандырады. Өкінішке қарай қазір бұрымды қыздарды жиі көрмейміз. Ал оған шаштың жиі түсуі, бас терісінің аурулары, тіпті экологияның ластануы себеп болады. Сондықтан үй жағдайында тек тексерілген процедуралар жасаңыз, ал сән салонына жолыңыз түссе, білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.